Қолтырауындар басқаларға ұқсамайтын ерекше тіршілік иелері. Негізінен су өмір салтын жүргізеді, олар су астында демала алмайды, және олар құрлықтағы жануарларды аулауды жөн көретін жыртқыш аң. Табиғатта қолтырауындар өте қауіпті. Мысалы, олар табылған Австралияның сирек қоныстаған аймақтарында, сіз осы бауырмен жорғаушылардың маңында ескерту белгілерін жиі кездестіре аласыз. Бұл сақтық шарасы өте орынды. Қолтырауындар әдетте туристерді тістеуге қарсы емес. Тұзды суда өмір сүретін қолтырауындар әлемдегі ең үлкен бауырмен жорғаушылар. Олардың салмағы 990-нан 1200 келіге дейін және 7 метрге дейін өседі. Әлемдегі ең үлкен қолтырауын теңіз қолтырауыны. Ол Үндістанда, солтүстік Австралияда және Фиджи аралдарында мекендейді. Бұл қолтырауының ұзындығы 7 метрге, ал салмағы 1 тоннаға дейін жетеді. Ұзындығы 5 метр болатын өкілінің салмағы кемінде жарты тоннаны құрайды екен. Алайда аналық қолтырауының жұмыртқасының көлемі қаздың жұмыртқасынан үлкен емес. Ең кішкентай қолтырауын ергежейлі қолтырауын. Оның ересегінің ұзындығы 190 сантиметрге әрең жетеді. Ол судан гөрі құрлықтағы көп тіршілік етеді. Қолтырауындар ас қорытуды жақсарту үшін ұсақ тастарды жұтып қояды. Оларды гастролиттер деп атайды. Қолтырауындар азығын сүйектерімен бірге үлкен бөлшектермен жегендіктен, бұл тастар асқазанда қалып, оны сақтауға көмектеседі екен. Бұл тастар бірнеше жылдар бойы қолтырауының ағзасында бола алады. Қолтырауындар суда өте жылдам. Олар сағатына 35 шақырымға дейін жүзе алады. Олар қысқа аяқтарын басқару үшін рөл ретінде, ал күшті құйрықтарын суда қозғалу үшін пайдаланады. Олардың құйрықтары оларға 3 сағат бойы суда тік тұруға көмектеседі екен. Қолтырауындар мен аллигаторлар бір-бірінен ерекшеленеді. Аллигаторлар мен қолтырауындар алыс туыстар. Кейбір адамдар оларды бір-бірімен шатастыруы мүмкін. Бірақ оларды айырудың жолы бар. Мұқият қарап, олардың ауыздары өте әртүрлі екенін көруге болады. Барлық тістер қолтырауын жақ сүйегінде, тіпті жабық болған кезде де көрінеді. Салыстыру үшін аллигаторлардың тістері аузы жабылған кезде көрінбейді. Олар сондай-ақ кеңірек, ағылшын ю тәрізді тұмсықтарға ие, ал қолтырауындар өткір және ағылшын ви тәрізді болып келеді. Көптеген қолтырауындар үшін өздері тіршілік ететін су температурасы +20 градус Цельсиядан төмендесе, өлі қаупі туындайды екен. Енді бір қызықты факт, қолтырауындар мен құстар арасында симбиоз пайда болады. Ол аузын ашады, ал кішкентай құстар тістерінің арасына жабысып қалған ет кесектерін жұлып алады. Қолтырауын бұл құстарға ешқашан қол тигізбейді. Динозаврлар мен қолтырауындар бұл туыстар. Қолтырауындар бауыры мен жорғаушылар ретінде жіктелгенімен, олар динозаврлар және құстармен тығыз байланысты. Қолтырауындардың жақын туыстары бұл құстар. Таңғаларлық, қолтырауындарға ұқсас алғашқы түрлер жер бетінде шамамен 240 миллион жыл бұрын пайда болған. Бұл динозавр сияқты бір уақытта өмір сүрген жануарлар. Ерте қолтырауын шамамен 1 метр болды және төртеуінің орнына 2 аяғында тұрып жүрген екен. Олардың артқы аяқтарына қарағанда қысқа білектері болған. Қолтырауын жұмыртқасының температурасы оның жынысын анықтай алады. Егер жұмыртқаның температурасы 31 градус Цельсия болса, онда еркек қолтырауын дамиды. Егер ол осы температурадан жоғары немесе төмен болса, онда әйел қолтырауын дамиды екен. Су өмір салтын жүргізетін қолтырауындар жұмыртқаларын құрлыққа салады. Қолтырауындар туралы тағы бір қызықты нәрсе, қолтырауындар аналарына жарылуға дайын екендіктерін ескертеді. Көбінесе құмға көміліп, нәресте жұмыртқа қабығының ішінен кішкентай дыбыстар шығарады. Оны анасы естиді. Содан кейін қолтырауын анасы жұмыртқаны құмнан қазып, кішкентайларды жарып шыққанша қорғайды және оларды өзенге апарады. Онда олар судағы жәндіктермен қоректене алады. Қолтырауындар олжаларын өлтіріп, оны суға батырып жейді. Әдетте қолтырауындар егей құйрықтарды, жыландарды, ұсақ сүтқоректілерді, құстар мен балықтарды жегенді ұнатады. Азық ретіне таңдалған аңды ұстаған сол қолтырауын оны бірден жемейді. Судың астына батырып алып, кейін судың бетіне көтеріп жейді екен.
қажет болса, жеткілікті май қорын жинаған қолтырауын жыл бойы немесе одан да ұзақ уақытқа жемесе де болады екен. Құрғақшылық кезеңінде кейбір қолтырауындар ұйықтап таяз су қоймаларының түбіне тығылады. Бір отырып қолтырауын өз денесінің массасын 5-тен 1-не тең олжаны оңай жейді екен. Балық уылдырық шашуға барғанда, өзендердегі қолтырауындар ағымға қарсы жатып алып, аузын ашады. Олар тіпті ештеңе істемей-ақ, жай ғана аузын ашып жауып, оған секіретін балықты жұтып қояды екен. Қолтырауындардың көптеген түрлерінің арасында каннибализмнің көріністері бар. Иә, бұл жағдайда жыртқыштар бір-бірін жеуге қарсы емес. Қолтырауындар түрге байланысты 5-10 жасына жетіледі. Үлкен түрлер баяу өседі. Қолтырауында 100 жыл, кейде одан да көп өмір сүреді екен. Басқаларға ұқсамайтын ерекше тіршілік иелері қолтырауындар жайында видеомыз ұнаса, бізге жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.